2023 жылға қалай дұрыс арман немесе жоспар қоямыз. Жалпы пландардың орындалып орындалмауы сіздердің өзіңіздің күшіңізді біліп, сол күшіңізге сай әрекет жасауыңызда. Мысалы, енді, допустим, табысыңыз, условно 100 000 теңге дейік, ал мақсатыңыз мысалы миллиондық болса, онда сіздің миыңызда сол миллиондық мақсатқа, допустим, тот же хадж болсын, умра болсын, да, например, сондай қалау болады ғой, например, или 1 000 000 теңгеге машина мінгісі келетін шығар біреудің. Сондай, егерде сіз сондай жоспар қойған болсаңыз, сіз өзіңіздің күшіңізді соған қарай есептеуіңіз керек. Егерде сіздің 100 000 ғана тауып жатып, одан кейін өзіңізге миллиондық цель қойып, ол цельге сіз мысалы 100 000 сіздің ешқандай, даже 5 000 теңгесін артып жинап жатқан жоқсыз, ешқандай әрекет жасап жатқан жоқсыз сол мақсатыңызға қарай, жоспарыңызға қарай. Это уже понятно, да? Это уже андай несоответствие цели своим возможностям дейді. Яғни мақсатыңыз сіздің күшіңізден шілей биік, қатты өзіңіздің күшіңізге қарамай мақсат қойдыңыз деген сөз. Бұл бір. Екінші себебі не үшін орындалмауы мүмкін? Мысалы, даже сіз 100 000 теңге тауып тұрсыз, миллиондық мақсат қойдыңыз, бірақ сіз оған ешқандай әрекет жасап жатқан жоқсыз. Жаңағыдай қосымша табыс іздеп, немесе сол бір видеолар бар ғой, кішкентай скрепканы үйге айналдырып алу деген сияқты. Яғни жігіт ешқандай ресурссыз, қолында дымы жоқ, неден полдан скрепка тауып алды, там түйрегіш тауып алды, соны бара-бара ол шоу қылып, даже үйге алмастыруға дейін апарды. Сол сияқты, егерде сіз сол жігіт қандай ресурсын қолданды, батылдығын қолданды, мысалы біреулер жындыма деп айтады, біреулер это невозможно деп айтатын адамдарға қарсы тұрып, ол өзінің батылдық ресурсын қолданып, осы цельге жетті. Сол сияқты негізі барлық мақсаттар ол тек қана сіздің ақшаңызға или қазір қолыңызда бар қасиеттерге ғана бүйтіп тіреліп тұрған жоқ. Сіз бойыңызда басқа қасиет ашып, қалаған нәрсеңізге оңай жете аласыз. Немесе тағы да не үшін мақсаттар орындалмауы мүмкін? Мақсат қойған кезде даже өзімізде сенбейміз ол нәрсеге. Или даже ол мақсатты қалап та тұрған жоқпыз, просто елдер қойып атқасын iPhone 14 деудік, сосын ой, iPhone деп жүре береміз да. Но по сути саған iPhone 14 қызық емес, керек те емес, сен ол iPhone-мен тек қана балаларыңа мультик көрсетесің деген сияқты. Саған ол iPhone керек емес, сен оны қолданбайсың, жанып тұрған потребностің жоқ, тек қана ел айтқан үшін, елдің аузында жүрген нәрселерді сен де мақсат қылып қойып алдың. А по сути сен шын мәнінде не қалайсың? Может быть, саған термомикс маңыздырақ шығар, может быть, саған бір какой-то, білмеймін, енді бір кітап маңызды шығар. Вот сен шын мәнінде не қалайтыныңды түсініп, соны қойған кезде ішіңден сондай бір энергия, мотивация оянып, шын мәнінде қалаған нәрсеңе сен скорее всего тез және оңай жетуің мүмкін. Мақсаттардың қойған орындалмау несі осы. Ал енді одан бөлек мынандай нәрсе бар. Мақсаттарды, жаңағы армандарды жазып, миден шығарып, просто миді тынышталдыру үшін жазып шығарып қойып, и одан кейін кейбіреулер айтады, оны ұмыту керек дейді. Не үшін? Себебі осылай жылдың соңында сіздер осындай итоги подводить еткен кезде сізде тек қана орындалмады. Не орындалды? Мысалы, 10 мақсат қойдыңыз, оның 3-еуі ғана орындалды, 7-еуі орындалмады. Мен қайттан дым істемедім деп, даже істеген нәрсеңізді де обесценивать етесіз, құнсыздандырасыз. И екіншіден, жоқ нәрсеге ғана фокус қоясыз. Яғни энергия там, то есть рост там, где энергия дейді. Яғни сіз жоқ деген нәрсеге фокус қоя берсеңіз, сізде бар нәрселерде как будто жоқ болып кетуі мүмкін. То есть сол жоқ деген нәрсе, орындалмайды деген нәрсе өсіп кетуі мүмкін. Сіздің миыңыз оны соған энергия жіберіп, өсіріп жіберуі мүмкін. Солай болуы мүмкін. И еще
не үшін ұмыту керек дейді, то есть жазып қойдың и бір жерде қалсын, жабық, қатты ашып қарай бермеңіздер деген сияқты. Не үшін олай айтады? Тағы да бір үлкен себебі бар, яғни нәтижеге жауапкершілік алмау. Желательно, то есть қалау сенен, әрекет сенен, ал нәтиже Алладан деген сөз бар. Яғни бұл жерде мысалы сіз, допустим, бір керемет той ұйымдастырғыңыз келеді. Сол тойға қатысты, өзіңізге қатысты барлық әрекетін жасадыңыз. Әдемі асаба шақырдыңыз, ақшасын дайындап қойдыңыз, жақсы жерді белгілеп қойдыңыз, қонақтарды шақырдыңыз, өзіңіз киім алдыңыз, то есть барлық қажет деген нәрселердің бәрін сізге тиесілі, бәрін жасап қойдыңыз. Бірақ сол той күні бір жамандық болды, неважно, каким-то образом ол той срываться етті. И ол нәрсе, мысалы, қатты жаңбыр жауып кетті, прям жаман машиналар, қонақтар сізге жете алмай қалды сіздің тойханаңызға. И бұл жерде сіз қатты өкінесіз, былай деп ойлайсыз, мен барлық әрекетін жасадым, бірақ ол болмай қалды. Неге деп. Яғни бұл жерде сіз сол тойдың болу үшін сіз, мысалы, погоданы как будто погодаға жауапты сияқтысыз, как будто кейбір адамдардың ауырып қалуына жауапты сияқтысыз, как будто кейбір нәрселердің, яғни сіздің күшіңіз жетпейтін нәрселерге сіз жауаптымын деп ойлағандай, то есть нәтижесіне, то есть по итогу тойыңыз болмай қалған сәтте сіз өзіңізді кінәлайсыз, да? Неге осылай мен бәрін жасадым, и сосын уже өзіңізді кінәлағаннан кейін не істейсіз? Мысалы, жаңбырды сіз құйғызбадыңыз ғой, сол сияқты сіз уже Аллаға қарсы шыға бастайсыз, да? Яғни бұл дұрыс емес. Сіз қолыңыздан тиесіліні бәрін жасайсыз и нәтижені соңын Аллахқа тапсырасыз. Сол үшін көптеген мақсаттарды жазыңдар, өздеріңіздің миыңызға бір какой-то направление беріңіздер, мынандай нәрсені қалаймын деп. И егер де уже жылдың соңында қараған кезде, так, мынау болды, керемет, рахат, әдемі, бірақ болмаған нәрселерде, шүкір, оның болмағанында жақсы шығар, әзірше маған бұл керек емес шығар, или дұрыс емес шығар, мен, может, бұны басқаша қалауым керек пе еді, или қаламауым керек пе еді. Яғни солай да фильтр жасауға болады. Тек қана мынаны қойдым, болмады, неге болмады, вот мен жаманмын, анау жаман, мынау жаман, мемлекет жаман, ақша жаман деген сияқты миыңызда негатив оятпас үшін. Сұрақ бар да, мысалы айтады, армандарды былай жазу керек, былай жазбау керек деп ше. Мысалы, хочу деп жазбау керек, сұраймын деп жазу керек, либо у меня есть деп жазу керек, у меня типа, короче, сондай нәрселер бар ғой. Солай жазғанның конструкциясы насколько это влияет? Қаншалықты маңызды? Мен ол нәрсеге қадалып қалмағам. То есть, я думаю, в моем понимании, енді барлық армандарды Аллах тағала береді ғой. В моем понимании Аллах тағала кең, үлкен, ол майда нәрселерге битіп қадалып жабысып қалмайды деп ойлаймын. Мен оны қалаймын дедім ба, бар дедім ба, хочу дедім ба, мен оны майдалап жаздым ба, үлкен қылып жаздым ба, Аллах тағала мені түсінеді деп ойлаймын. Менің жүрегімде, ішінде шын мәнінде не бар екенін ол железобетонно біледі. И мысалы, мен даже детально жазсам да, Аллах тағала маған оған қарама-қарсы нәрсе беруі мүмкін, вообще басқаша. И менің главный сол нәрсені алған кезде қабылдауым. То есть мен үшін сол маңызды деп ойлаймын. Ал мен, оказывается, хочу деп жаздым, или қалаймын деп жаздым, или бар деп жаздым, мен ол нәрсеге как будто в моем понимании это не так важно сияқты. Я могу ошибаться. Это айтады ғой, Аллах тағаланы кім қалай көреді, ол сондай дейді ғой. То есть мен солай сенемін. Мен, допустим, просто хочу, не хочу деп, мысалы, допустим, список деймін, да, и тік, любой нәрсені ол хочу, беріп атыр, 2003 жылы, 23 жылы деп етіп, андай, не уточняю, я просто пишу какие-то вещи, которые мне нужны, и по итогу это у меня қабыл болып жатады, да. И, конечно, ол Аллахтан. А ол мен хочу деп жаздым ба, дай мне деп жаздым ба, бар деп жаздым ба. То есть я думаю, что Аллах выше этого. В моем понимании это так. Могу ошибаться.